Барлықтарына сәлем достар, сіздермен бірге бұл Тайбек. Бүгін біздер сұрақ-жауап видеосын түсіретін боламыз. Енді сұрақтарды көбісі ютубтан қойды, телеграмнан айтқан жоқпын. Енді телеграмнан жазамайды көп балалар. Қазір сұрақ-жауаптарды экранға шығарамын. Бірінші сұрақ Қайрош деген бала жазыпты. Қай қалада туылдың дейді. Обязательно өзіміздің Шымкент қаласында туылдым, Алматыда 1 жыл тұрдым. Ютубта бастағанда кім қолдады? Сыныптастарым сыныптастарым қолдады болды. Сен ютубта қай күні бастадың дейді. Ютубты мен 2024-те бастадым. Ол 2000 подписчигі бар еді ол аккаунттан. Ол аккаунт банға кетіп қалды. Туған күнің қашан? Қыркүйектің 8-і. Ең қызықты сұрақ. Қызым бар ма дейді. Иә, қызым бар достар. Келесі сұрақ дейді. Сені ютубқа кім тартты дейді. Мені ютубқа мен Айшуақ тартты достар. Қай қала? Шымкент. Сен енді бастағанда кім қолдады? Сыныптастарым. Ең қызықты сұрақ, сыныпта неше ұл, неше қыз? 10 қыз, 17 емес. 20 қыз, 17 ұл. Шын атың кім дейді? Осы Тайбекті атым. Қай қалада тұрасың дейді. Шымкентте. Ютуб бастағанына қанша жыл болды? 1 жыл болды достар. Бірақ ол аккаунт банға кетіп қалды. Достар, не дейді? Сен қалай ютубты бастадың? Кәдімгідей арна ашып бастадым достар. Қалай просмотр көп жинайсың? Ол первыйге маңызды, Майнкрафттың атына, Майнкрафтқа сипаттама хэштегке маңызды. Мені танисың ба? Сен танымаймын. Сен танымаймын. Шынымды айтсам, сен танымаймын. Кім едім? Мені танисың ба? Сен Айшуақтың фанатысың. Иә, таныдым. Айшуақтың фанатысың. Көрік тияқты дейлингтікі де бар еді. Қазір. Достар, сұрақ жауап деген не қойшы? Қиын екен. Осымен видео аяқталады. Сіздермен болған бұл мен Тайбек және менің қасымда Крисуан болды. Давайте достар, видео аяқталды. Қысқаласа сұрақ жауап қысқа енді. Достар,